Күн жарық болсын, көрермен, сіздермен сіз білесіздер. Бүгін біз қазақ тіліндегі фразеологизмдерді тікелей орыс тіліне аударған кезде олардың мағынасы қалай өзгеретінін көреміз. Жиі болып тұратын қызықты жағдайларды бірге қарастырайық. Жүрегінің түгі бар. Қазақ тілінде бұл сөз тіркесі еш нәрседен қорықпайтын батыл адам деген мағынада қолданылады. Ал енді орыс тіліне тікелей аударсақ, у твоего сердца есть волосы. Осылайша тіркес мағыналық тұрғыдан қате және түсініксіз болады. Түймедейді түйедей қылма. Бұл тіркес істі асырайды деген мағынада қолданылады. Ал орыс тіліне тікелей аударсақ, не делай из пуговицы верблюда. Бұл ешқандай логикаға сыймайтын, мағынасы жоқ сөз тіркесі болып шығады. Тек қана қазақ тілінен орыс тіліне емес, орыс тілінен қазақ тіліне аударғанда да осындай қиындықтар туындауы мүмкін. Мысалы, как с гуся вода тіркесін алатын болсақ, қаздан су. Бұл сөз тіркесі орыс тілінде істі ешқандай қиындық тудырмайтынын білдіреді, бірақ қазақша мағынасы түсініксіз әрі күлкілі болып шығады. Міне, біз көргендей, фразеологизмдер тікелей аударғанда олар өз мағынасын жоғалтады. Тілдер тек сөздер ғана емес, ол халықтың мәдениеті мен тарихы. Сондықтан, әр фразеологизмнің терең мағынасы бар. Фразеологизмдерді тек сол тілдің контекстінде ғана дұрыс қолданылуы керек. Экранда фразеологизм дұрыс қолданып жатқан сәттерін көрейік. Шеберлікке шек жоқ. Нет предела совершенству. Бұл не деген батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық. Бесплатный сыр только в мышеловке. Бармаған тістеу. Кусать локти. Ақ жүрек. Душа нараспашку. Ит өлген жер. Осы сөз тіркесінің дұрыс аудармасын жазып кетіңіз. Бізбен бірге болыңыздар және қызықты жаңа видеоларда кездескенше.